Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен бүгін міне былтыр кескен ағаштарыма қайта келдім. Былтыр осы аулада ағаштар кескен болатын. Міне қазір соған сіздерге кішігірім мастер-класс деп қабылдайсыздар ма, жоқ тәжірибелік сабақ деп қабылдайсыздар ма? Обрезканы көрсетіп жіберейік, түсіндірмесімен. Былтыр өте жақсы салған алмалар. Мыналар өте керемет. Мен мына алмаларды жегенелеу тұсынған прореживание дейді ғой, жемістердің мысалы бесеу түйіндесе соның екі-үшеуін алып тастауды. Соның өзінде өте күшті салды дейді. Ағаш деп қойдық дейді соңында. Мынау да жақсы салды дейді. Бірақ негізгі мәселелер құрт жеп қойды дейді. Көбісін сол құрт жеуге қатысты біраз ұсыныстарымды айттым. Алдағы уақытта сол биыл құртпен күресетін боламыз. Онда бастады онда. Енді бар заңдылық бар, сол бәріне бірдей сақталады. Егерден бастайтын болсақ, мынандайларын алып тастасақ көрініп тұр деп ойлаймын. Мына ішке өскендерін аламыз. Мына ішке аламыз. Мына екеуі айыр болып тұр. Сол үшін мен бұны біреуін қалдырғым келіп тұр. Мына сыртқы көрсетке қалдырамыз. Мына осылай болды қазірше. Әрине түсінікті. Мынаны аламыз. Жай істейін, бір қолым болғанша ыңғайсыз тұр. Түсіретін адам болса күшті болады екен, бірақ амал жоқ, осылай болайын деп тұр енді. Мына жерден тоқтата салайын. Мына төмен қарай өсіп бара жатырсын. Сол үшін мұны біз мына жерден тоқтата салайық. Мына ары қарап болашақтан бұтақ болып кете ма деген ой ғой. Немесе былай істейік. Мынандай жерін алайық та. Мына бұтақ қалдыра салайық. Осылай қалды. Жай істейік. Асықпай видео түсіріп атқан үшін жылдам істеуге болатын. Кедергі жасап тұрғандарды аламыз, ішіне өскендерді. Мына әсіресе ішіне кедергі жасап тұрмыз. Мына аламыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жаңа мына жер кесіп атқан кезде бар. Түсіру мүмкіндік болмай қалды деген. Міне былай шықты, мына көрсеткім келеді, соңында қалай шыққан. Барлық бұтаққа күн сәулесі тиеді. Бір-біріне кедергі жасап тұрған бұтақтар жоқ. Жел де тиеді, арасын ылғалсақ болмайды. Міне осындай әдемі форма берілді деп айтсақ та болады. Міне арасында жан-жағында да не жоқ, ешқандай ағаштар жоқ. Тамырына кең жайылу мүмкіндіктер бар. Одан жақсы өнімдер алуға болады.